Следующее слово предоставляется старшему преподавателю университета Сулеймена Демираля, кандидату юридических наук Жумагали Алмаз. Армысыздар, құрметті қатысушылар. Естіліп тұрмын ба? Естіліп тұрсыз. Армысыздар, бүгінгі ғылым күні құтты болсын. Және тек қана ғылым күні емес, сол ғылымның негізін қалаушы, ғылым академиясының негізін қалаушы Қаныш Сәтбаев атамыздың туған күні, онымен орайлас келіп жатқан. Осыған байланысты маған күтпеген жерден ұсыныс түсті, осы келістім. Неге? Өйткені бұл біз қазір мына заң ғылымына байланысты ғылыми мектептерді жоғалтып жатырмыз. Өйткені бұл научная школа. Кезінде мен ғылым академиясы, ғылым министрлігі, мемлекет және заң институтының 97-2000 жылдар аралығындағы аспиранты ретінде айтарым. Ол кезде Сапарғалиев Қайрат Сапарғалиевич басқарды академик. Сол кезде мынандай үрдіс болды. Яғни әрбір бейсенбі сайын аспиранттар мен соискательдер және сол ғылыми институттың қызметкерлері жиналып семинар өткізеді. Семинарда сіз аспирантсыз, кеше ғана университетті бітірген щегол, академиктер выступать етеді. Сол академикке сіз сұрақ қоюыңыз керек. Яғни сіз академикке сұрақ қойып, дағдысын қалыптастырғаннан кейін, ал академик сізге сұрақ қойып, сол дағдыны қалыптастырғаннан кейін, сізге ешкімде қорқынышты емес, ештеңеде қорқынышты емес. Яғни ол жерде Сал Зиманович Зиманов академик Баймаханов жұмыс істеді, корреспондент мүше Еренов, профессор Жекебаев, осы сияқты жаңа Сапарғалиевті қосқанда тағы басқа көптеген заң ғылымының қаймақтары жұмыс істеді. Осылармен бірге жұмыс істеп, оларға сұрақ қойып келгеннен кейін мен мемлекеттік қызметке бардым, юстицияға. Ол кезде бастыққа қарсы сөз айтуға болмайды деген менің миыма кірмейтін. Қалай бастыққа қарсы сөз айтуға болмайды? Мен академикке сұрақ қойып жүрген адам, академик маған сұрақ қойып жүрген адам. Мүмкін емес нәрсе ғой. Сондықтан бастық ол кезде қазірде бар. Ол кезде бәрін боқтайтын, яғни балағат сөздермен. Ол кездегі мемлекеттік қызметтің көрінісі сол, қазірде бар ол. Сонда бірақ мен айналып өтетін, мені боқтамайтын. Өйткені себебі мен айта салатынмын. Мен Зимановқа сұрақ қойып жүргеннен кейін, Сапарғалиевқа сұрақ қойып жүргеннен кейін, маған какой-то департамент юстицияның бастығы мен үшін кім? Сондықтан осы ғылым деген еркіндік қой, еркіндікті қалыптастыру осы бүгіннен басталады деп ойлаймын. Сол себептен де мен қуана келістім осы мәселеге, Құлынтай мырзаның айтуына орай. Енді заң ғылымында есть две крупные школы, да? Это Алматинская школа и Карагандинская школа юристов, да? А Карагандинская школа юристов, я тоже немножко имею к этому отношение. Почему? Потому что я являюсь учеником 26-м кандидатом юридических наук, доктора юридических наук профессора Кайыржанова. Кайыржанов, который 10 с лишним лет проработал в КВШ имени Баримбека Сарсеновича Бейсенова. Друг он Баримбека Сарсеновича, тогда его именем это не прозвучало, тогда совсем просто была Карагандинская высшая школа милиции, и поэтому я имею честь иметь отношение к вашим тоже юридическим школам. Ары қарай, енді ғылым туралы бір-екі ауыз сөз айтайық. Ғылым болғанда заң ғылымы туралы. Оның ішінде мен Қайыржановтың шәкірті болғаннан кейін, конечно, я представитель уголовного права и криминологии, получается, теряем школы юридических наук. Более того, в законодательство внедрены научные, противоречащие всяким принципам права, некоторые явления. Например, статья 373 УК РК, где говорится публичное оскорбление, посягательство на честь и достоинство первого президента, ладно, пускай будет, и осквернение изображений первого президента. Что за, я не пойму, что за тенденция? Изображение нигде, не изображение конкретного лица нигде не защищается, ни в одном государстве. Даже изображение пророка Мұхаммед пайғамбардың өзінің бейнесі қорғалмайды. Францияда білесіздер ғой, баяғыда Мұхаммед пайғамбарды қорлап, үлкен шум болып, одан кейін барып, жаңағы баспаға барып, адамдар қырып тастады қаншама адам. Сонда бұл адам пайғамбардан да ардақты ма? Біз Байтұрсыновтың бейнесін қорлаған үшін, Әлихан Бөкейхановтың бейнесін қорлаған үшін, Міржақып Дулаттың бейнесін қорлаған үшін, Шоқайдың бейнесін қорлаған үшін ештеме демейміз. Бірақ бірінші президенттің бейнесін қорласа, онда бұл үлкен бір қылмыс болып есептеледі. Это считаю, что противоречие всем принципам права, ребята. Это только один пример. А таких примеров очень много, ребята. Сейчас, особенно в юридической науке. Потому что мы, некоторые юристы, некоторые наши коллеги, да, участвуют в создании культа личностей. Не Сталина, а другого человека. Кого я имею в виду, вы сами знаете. Ну, в этом плане прав, наверное, адмирал Колчак, который сказал: не трогайте кучеров, артистов и проституток. Они служат любой власти. Теперь, это, конечно, звучит оскорбительно для конкретных профессий, но есть доля правды, ребята. Получается, в этом плане четвертая, получается, категория – это беспринципные юристы.
которые вчера они подготовили законопроекты об особом статусе первого президента, не трогать изображение, да, даже изображение, а они готовят законопроекты о выборности акимов. Это разве нормальное явление? Бұған байланысты Хакім Абай айтады ғой, әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек, заманға жаман күйлемек, замана оны илемек дейді. Осыған сәйкес біз жаман болмауымыз керек, әсіресе заң ғылымының өкілдері ондайға жол бермеуіміз керек. Но есть еще иная тенденция, ребята. Когда не включены научные достижения, уже достигнутые достижения юридической науки в законодательство. Например, сроки давности по длящимся преступлениям. Вот до этого, когда мы обучались, по длящимся и продолжаемым преступлениям сроки давности исчислялись с конца, а не с начала. Да? Не было именно конкретной нормой в Уголовном кодексе, а было именно нормой постановления Пленума Верховного Суда СССР от 27 года, который действовал вплоть до 2000-х годов. А сейчас их отменили. Это правильно, что как действует там другое постановление другого государства, вообще несуществующего государства. Да, но надо было принимать новые постановления вместо них, а вместо них нету. Жоқ басқалар. Енді мысалға алайық, Жәкішевті соттадық, иә? Жәкішевтің енді ол өзі заң ғылымдарының кандидаты Мұхтар Жәкішев. Оның әкесі бізге сабақ берген ұстазымыз Еркен Газизов Жәкішев. Криминалистиканың негізін қалаушы, Қазақстан криминалистикасының негізін қалаушылардың біреуі. Ал енді сол Жәкішевтің ұлы ертең ол 11 жыл отырды, 14 жылға сотталды, 11 жыл отырды, әлі 3 жыл оның әлі сроғы біткен жоқ. Бірақ ол 1-2 жылда өзінің кінәсіз екендігін мойындайды. Ладно, мойындасын. А мойындағаннан кейін біз сол кездегі ана оңбаған судьяларды, тергеушілерді, прокурорды таптық делік. Соттай алмаймыз қазір. Неге? Өйткені по этим длящимся преступлениям сроки давности исчисляются с конца деген нету ни одной нормы. Нигде. И поэтому получается, как обычное преступление, их сроки давности давно прошло уже. И поэтому их не можем мы привлекать. Ребята, солай ғой? Яғни 11 жыл өтіп кетті. Енді ары қарай бұған қатысты бұны не деп есептейміз? Бұны біз былай есептейміз. Яғни ғылымды қару ретінде пайдалану. Бұған қатысты Шәкәрім атамыз айтады ғой, шын залымға берме ғылым, ол аларда оқ етер, қаруым дер, кісі атып жер, ол ғылымды айлетер. Соған сәйкес ғылымды айла қылуға, қару қылуға біз жол бермеуіміз керек. Осыған сәйкес насчет облика юриста, мы не должны терять облик юриста. Ребята, вы полицейские ребята. По моему мнению, полиция именно новые концепции независимого государства еще не проработала. Идет по стопам НКВД, ребята. Это почему я так говорю? Потому что вот после январских событий, которые были эти же пытки, это что? Это пример из НКВД. Если мы не дадим репрессиям 1937 года историко-правовую оценку, тогда повторится через некоторое время опять 1937 год. Осыған жақсы алмас мұра регламент сақтасаңыздар. Жақсы, жол бермес. Жақсы, енді сіздің жамбайыңыз тиіп кеткеніңізде ренжімеңіздер. Мен шақырдыңыздар, мен сондықтан 10 минут сөйлеуге тиістімін. Ары қарай, дальше, енді ойлайық. Ең соңғы сөзімді, осы сөзімді мен Храпонюк біздің сөзімен аяқтайын. Храпонюк, юриста теоретика нашего, как он говорит, постигнув вывод мудрости земной, юрист становится творцом свободы, он за нее всегда пойдет на бой для радости и мирской невзгодой. Познав великой мудрости закон, он быть юристом вечно обречен. Когда вам когда-либо посчастливилось стать юристом, то быть юристом вы вечно обречены. Сондықтан осыны ұмытпаңыздар, бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы. Рахмет. Жақсы, құрметті Алмас мырза, конференциямызға қатысқаныңыз үшін, құнды пікірлеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Ендеше құрметті конференцияға қатысушылар, осымен біздің алғашқы бөліміміз аяқталды.